Бәріңізге сәлем достар, сіздермен қазақша шахмат каналы. Және де бүгін сіздерге Lichess ойына видео обзор жасаймын. Lichess ойыны бұл шахмат ойынына жатады. Және де біз бірінші ойындарға талдап кетейік. Бірінші ойын 1+0. Мен сіздерге 1+0-ды айтайын. Демек, бұл ойында сіздерде 1 минут 0 секунд. Және де 2+1 2 минут, ал бір ход жүргенде 1 секунд қосылып отырады. Ал 3+0-да 3 минут, және ходқа ешқандай секунд қосылмайды. Ал 3+2 блиц, ол жерде 3 минут болады, және бір ходқа 2 секунд қосылады. Ал 5+0-да 5 минут, және жүргенге 0 секунд қосылады. Ал екіншісі 5+3-те 5 минут, және ходқа 3 секунд қосылады. Ал келесі 10+0 rapid 10 минут, жүргенге 0 секунд. 10+5 rapid 10 минут, бір ходқа 5 секунд. Ал 15+10 бір жүріске 10 секунд, және де барлығы 15 секунд. Және де 30+0 классика дейді. Ол 30 минут 0 секунд қосылады. Және де 30+20 классика 30 минут 20 секунд қосылады бір ходқа. Аттары біріншісіне буллет, екіншісі буллет, үшіншісі блиц, төртіншісі блиц, 5 блиц, 6 блиц, 7 рапид, 8-шісі рапид, 9-шы рапид, 10-шы классика, және 11-ші классика. Және де соңғысы свое игра. Ол жерде сіздер өзіңіздің время қойысыздар, және де өзіңіз қай түске ойнайтыныңызды қарайсыздар. Және де мені ойындарын қарауға болады. Бүгінгі ойындар 2 адамның көрсетеді. Бұл біткен соң келесі ойындар туралы айтады. Енді задачидан сіздердің мақсаттарыңыз задача шешу. Және де бұл жақта астында бір функция бар, просмотреть решение. Бұл жақта сіздерге решениесін көрсетіп береді. Және де повтор бар. Повторда сізге қайталайды. Және де продолжить тренировку келесі задачаны сізге көрсетеді. Осындай функциялар бар. Ошибка. Бір ошибка болып қалдым. Және де осы жақта остановить етпейік. Келесі функция бұл анализ. Анализді сіздер өздеріңіздің партияларыңызды анализировать ете аласыздар. Және де осындай функциялар бар. Выключить логальный анализ, показывать лучшие ходы стрелками, бесконечный анализ, және уйс 0-0. Егер бұл показывать лучшие ходы стрелками сіздерге ең күшті ходтарды көрсетеді. Ал егер бұларды отключить етсем, бізде осындай партия болады. Және де бұл жақта перевернуть етуге болады. Увеличить или уменьшить экран. Және де жүргеннен кейін оны артқан істеуге болады. Және де осылай жүрдік. Және де бұлай жүргенімізді алтыға да кетіре аламыз. Осындай редактор доскеға кірейік. Редактор доскеда сіздер түрлі фигураларды орындарына ауыстыра аласыздар. Мысалға, жеп қойғанын осылай көрсетуге болады. Осындай редактор доскесі өздерінің позиция қоя аласыздар. Немесе мыналарды орнын алып тастай аласыздар. Осындай редактор доскесінің функциялары. Қазір мен сіздерге көрсетіп шығайын, бәрін алып тастайын, сосын орнына қоямын. Күте тұрыңыздар. Енді оны обратно қоямыз.
Осылай редактор доскеде қайтадан обратно қоя аласыздар және перевернуть етуге де болады. Енді біз главныйға кірейік. Қазір қарап отырсаңыздар, задача дня деген бар. Бұл жақта сіздер бір күнде жасайтын задача, және бұл шектеулі. Мен шешіп көрейін. Мәні. Енді бұдан остановиться етпейміз. Біз енді турнирға кіреміз. Міне бірінші турнир 10+0 дейдім. Ежесная арена по рапиду. Екінші Danish Gambit Blitz арена 3+2. Ежесная антишрес арена 3+0. және де ежесная супер блиц арена 3+0. 1700 рапид арена 10+0. 1300 супер блиц арена 3+0. және де ежесная King of the Hill арена 5+0. 2000 блиц арена 3+2. 1500 пуля арена 1+1. Ежесная хорда арена 1+0. Ежесная пуля арена 1+0. және ежесная ультра буллет арена 4+1+0. және де Zematic VVK Game 4 3+0. және де олардың қанша уақыттың және қанша адам ойнайтынын айтайын. Біріншісін 5-тен 6 елдерге дейін 829 адам және де қазір. және Danish Gambit Blitz аренаны 6-тан 6 елдерге дейін 163 адам. Ежесная античес арена 6-тан 6 елдерге дейін 136 адам. және ежесная супер блиц арена 6-тан 6 елдерге дейін 938 адам. және де 1700 рапид арена 10+0 рейтингі 57 мың. 6-тан 6 елдерге дейін 254 адам. және де 1300 супер блиц арена 3+0 6-тан 6 елдерге дейін 80 адам. Ежесная of the Hill арена 6 мен 657 және де 2000 блиц арена 6-тан 6 елдерге дейін 394 адам. және 1500-ден 630-дан 6 елдерге дейін 52 адам. және де ежесная хорд арена 630-дан 6 елдерге дейін 33 адам. және ежесная пуля арена 630-дан 6 елдерге дейін 317 адам. Ежесная ультра буллет арена 630-дан 6 елдерге дейін 91 адам. Zematic VVK Game 4 630-дан 8-ге дейін 253 адам. және де қазір мен ең көп адам ойнайтынын табайын. Ежесная супер блиц аренада 938 адам ең көп екен. және де ең азын табуға тырысып көрейін. Ең аз адам 33 болып шықты, ал ең көбі 938. және де біз қайтып келеміз главныйға, главный негізгі. және де бәріңізге көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған қазақша шахмат каналы. және де мен общий баллды 98 балл қоям. 2 балл неге қоймадым? Себебі бұл интернетпен ойналатын ойын. Интернетті өшірсек, бұл ойнай алмайтын. Только анализ бен редактор доски доступный болады егер де интернет өшірілсе. Сол үшін мен 2 баллды қойған жоқпын. Ал басқалары өте мықты, өте күшті. және де бұл жақта өзінің ойынында да жасауға болады, компьютерінде ойнауға болады, және өзінің аккаунтында да жасауға болады. Бәріңізге көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар. егер де бұл видео ұнаса, дағы да шахмат туралы білгілеріңіз келсе, немесе осындай қызықты видеоларды қарауларыңыз келсе, тіркеліп, қоңыраушыны басып, және де лүпіл басуды ұмытпаңыздар, өтінемін. Сау болыңыздар.